Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы халқымыздың тұңғыш саяси Алаш партиясының ұйымдастырушысы және ұлттық Алашорда автономия үкіметінің төрағасы, ғұлама, ғалым әдебиеттанушы, аудармашы әрі дарынды публицист Әлихан Бөкейхановтың 155 жылдығына орай ұйымдастырылған Алаштың саяси көсемі атты танымдық сағатын назарларыңызға ұсынады. Әлихан Нұрмұхаметұлы Бөкейхан 1866 жылы 25 наурызда Семей облысы Қарқаралы уезі Тоқырауын болысының 7-ші ауылында дүниеге келген. Ата тегі Шыңғыс ханның үлкен ұлы жошыдан тарайтын төре тұқымы. Арғы атасы атақты Сұлтан Барақ. Қазақтың соңғы хандарының бірі Бөкей осы Сұлтан Барақтың баласы. Бөкейден Батыр, одан Мырзатай, одан Әлиханның әкесі Нұрмұхамет туады. Әлихан жасынан зерек, алғыр болып өскен. Әкесі оны Қарқаралыға апарып, жергілікті молданың оқуына берді. Бірақ кішкентай Әлихан молданың оқуына қанағаттанбай, қаладағы 3 сыныпты бастауыш мектепке өз қалауымен ауысады. Оны бітіргеннен кейін Қарқаралы қаласының қазақ балаларына арналған мектепте 7 жыл оқыған. 1886 жылы Омбыдағы 4 жылдық техникалық училищеде, одан кейін Санкт-Петербург қаласындағы Орман институтының экономика факультетіне білім алды. Дәл сол студенттік шақта сан алуан қозғалыстарға белсенді түрде араласқаннан кейін жандармерияның назарына ілікті. Саяси сенімсіздіктердің қара тізіміне енді. Ол ғылымға, атаққа да, дәрежеге де ұмтылмады. Өйткені негізгі күш-жігерін саяси күреске жұмсады. 1914 жылы оның серіктестері әрі достары сол кезде Орынбор қаласында шығып тұрған Қазақ газетінің бас редакторы мен орынбасары Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлы газет бетіне үкіметке қарсы мақала жариялады деген желеумен тұтқынға алынды. Бұл оқиғаны жеделхат арқылы білген Әлихан Бөкейхан Қазақ газетінің келесі нөміріне ұят деген мақала жариялап, Алаштың біртуар азаматтарына қолдау көрсетті. Өзінің де Самара губерниясында айдауда жүргеніне 6 жыл болғанына қарамастан, Алаш көсемі пікірлестеріне тілекші екендігін осылай танытты. 1937 жылдың 27 қыркүйегінде қазақтың ұлт-азаттық қозғалысының негізін қалаған аса көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ғұлама ғалым Әлихан Бөкейханов жалған айыппен Мәскеуде өлім жазасына кесіледі.